Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай духовкада пісетін, оңай әрі тез дайындалатын қаттама жасаймыз. Ол үшін 500 грамм ұнмен, жылы тұзды сумен нан илейміз. Біздің еленген ұнымыздан осындай кішігірім күлше шықты. Күлшеміздің бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізге көк пияз қажет болады. Қамырымыз дайын болғанша осылай көк пияздарымызды майда етіп турап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, жұқа қылып қамыр жаямыз. Мінекей қамырымыздың бірінші бөлігін осылай жұқа етіп жайып, ертілген сары майды қамырдың барлық жағына бірдей етіп жағып шығамыз. Енді туралған көк пияздарымызды осылай видеодағыдай сеуіп шығамыз. Мен дәміне қарай сәл қара бұрыш және қызыл бұрышынан сеуіп шықтым. Енді жайған қамырымыздың екінші бөлшегін осылай үстіне қабаттап төсейміз. Арнайы кескішпен енді осылай ұзыншақ етіп кесіп шығамыз. Әр кесіндінің ара қашықтығы шамамен 2 сантиметр болуы қажет. Енді осы видеода көрсетілгендей кесілген кесінділерімізді екі-үшеуін бір-біріне жалғап орап шығатын боламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, дайын болған қаттамаларымызды осылай видеодағыдай қолмен немесе оқтаумен жіңішке етіп жайып шығамыз. Мінекей мен қаттамаларым дайын болды. Енді 190 градуста духовкада 20-25 минут пісіреміз. Мінекей достар, бүгінгі жасаған қаттамамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады және де оңай дайындалады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.